Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Вирсус. Бүгін біз Бравл Старстағы керемет сандықтарды ашатын боламыз. Яғни айтқанда гадыс пен сладыс деген осындай ящиктарды ашамыз. Және достар, мені көріп отырғандарыңыздай, мен мінекей 1000 кубыққа жеттім бірінші рет өмірімде бұлмен. Бұл енді кішкене жақсы, енді көреміз алдағы уақытта не өзгеретінін. Әзірше осы сандықтарды ашатынымды айтып кетейін дегенім. Мінекей, в общем, 1000 кубок и скиндар. В общем, мінекей бакош көріп отқаныңыздай, ода да 1000 кубок бар екен шелева. И бізде мінекей Бравл пасты мен почти 20-ға дейін бәрі жинаппын. И клубта не болып жатқанын көргілеріңіз келсе, мінекей осындай клубымыз дамып жатыр. И мінекей бүгін осы сандықтарды ашатын боламыз. И ондай болса сразу ашып тастайық. Енді білмеймін, мен сладысты ашқан дұрыс па или гадыс па, комментқа жазып кетіңіздер. Ондай болса сладыс ашамыз. И бізде ештеңе ашылмады достар. Болмады енді. Білмеймін, енді бұл енді пайди дамыту керек секілді. Бұл ашылмайтын секілді. Просто біз оны улучшить еттік. И потом біз өйстіп улучшить ете берсек. В общем, осындай сандықтар түсіретін боламыз. Пайди. Онда болса, онда гадысты аша берейік. Түсінгенім бойынша. Енді ойланбай басып жібердім. Пайди мен үйтіп біртіндеп аша берді деп ойладым. Бірақ ол енді слишком қатты имба болып кететін секілді. Ондай болса осы сандықтарды аша берейік. И бізге какой-то скример қорқытып жіберді мені. Қатты қорқып қойдым, енді базар жоқ. Шашып қойдым десем де болады деп айта берсең. Мінекей ештеңе түскен жоқ. Бізде енді 392 штука қалды. Опа, мінекей сразу маркат етіп жатыр. И мінекей скример. И бізге пойдет енді жақсы. Гиперзаряд түсті. Гиперзаряд енді бізге керек болады. Мінекей. Онда болса тағы да аша берейік. 13 предмет достар. 13 предмет достар. Бұл жерде жыба скин болу керек енді. Хотя бы 2 предмет түсу керек. И бізге опа, мінекей жанды. 8 предметтен жанып тұр. И бізге Гаргуля R3. И опа. Зомби Биби. В общем, осы зомби Биби енді менің ұнатып жүрген скиніме бұрыннан ұнататын. И бұл скинді мен өзіме тағып алдым. Бізде неше попытка алды. Мінекей мына скин екен. И бізде примерно осы скиндер түсу мүмкін енді. Аша берейік гадысты. 9 предмет. Бұдан енді түсе қоймас. Опа, бірақ жанды. И ганжы түстік. Мейсиға. Нормально. Байқамай басып жібердім. Калетке калет деген скин түсті. Жоқтан жақсы енді. 9 предметте ешіне түспейді шығарды едім. Бірақ 2 зат түсті. Онда болса чота мінекей азайып қалды. 16 күннен кейін бітеді екен. Онда болса әлі де жинап ашуға тырысамын. Короче достар. Бұл енді аз болып қалды. Сондықтан мен өзімнің екінші аккаунтыма кіретін болам. И сол жердегі гадыстарды ашатын боламыз. Мінекей достар, мен екінші аккаунтыма кірдім. Енді қандай байыз сандарымды білмей жатырмын. Опа, мінекей осы байыз сұра берсін. Скині бар екен хотя бы. Онда болса мінекей, ойбай, мен ештеңе алмаппын. Жаңа ойнай салған просто. Мінекей Рикоға осы скинді. Скин деп Риконы ала салайық. Бұл жерде енді мен білесіздер, мен сізге уәде беріп, мұна жерді аккаунтты мықты қылам дедім. Бірақ енді уәдемде тұра алмадым енді. Сіздерге слово дал и забираю обратно. И мінекей 19, в общем, предмет, 5 предмет скин түсет деген ойдан. И бізге динамайққа ма? Динамайққа мертвый майк деген керемет скин түсті. Бұны тағып алайық. И бізде басқа ештеңе түсе қойған жоқ. Енді Фрэнк, аз қалыпты Фрэнк түсіріп алуға. И бұдан соң мен енді Бравл пас жинағандарды ашып жіберетін шығармын. Бізде 7 предмет. И опа, Лори түсіп кеткен ғой. Базар жоқ. Мықты енді. Бізде бітіпті. Жақсы Фрэнкті әзірше алмай қояқ. Мінекей біздің майк скинімізді көрдік. Бұл жерде Эдгарға бірдеңе беріп жатыр екен. Опа, мифический базар жоқ. Легендарға емес. Мифическийден де мықты ганжы түсіріп алдық. Өз қыпысын өз толтыратын Поккоға мықты скин. И бакош шығып кетіпті. В общем, көріп отқаныңыздай, бұл жақта да енді ойнағанда тек бүгін ғана ойнадым, жалпы шынымды айтсам. Енді көп ойнамай еткенім үшін кешірім сұраймын достар. Бір мәселелерге байланысты ойнай алмай жүрдім, видео түсіре алмай.
Сол үшін кешірім сұраймын. Алдағы уақытта видео көп түсіруге тырысатын боламын. И біз ондай болса мына келіп Brawl Pass'ты аша салайық енді. Жинап оны не керек? Бұл жерде Шелли киімдері бар екен. В общем, Brawl Pass аша берейік. Бұл жерде менде даже гем да жоқ қой, база жоқ. Или бір. В общем, осынша жиналған екен. 1000 монета, 1000, в общем, дамытатын. Енді стартаптардан енді мықты нәрсе түседі деп ойда жоқ енді. И бізге Фрэнк дамып кетті, база жоқ. Фрэнк түсіріп алдық. И бізде келесі мифический байстер разблокировка жасады. В общем, мен Мортис ала салатын секілдімін. Ойнағанға да жақсы, мінекей бәрін ашып тастадық. Әзірше видео осы достар, сізге ұнады деген ойдамын. Ұнамаса, ұнаса немесе комментарийға жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Versus. Алдағы уақытта қызықты видеолар түсіруге тырысамын. Ондай болса, қош, сау болыңыздар достар.